Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бірінші бөлім жанды табиғат. Бүгінгі сабақтың тақырыбы күз келді. Оқушылар, жаңа тақырып болғандықтан жаңа сөздерге де назар аударайық. Өзгеру, изменение, сыныптастар, одноклассники. Бұл сөздерді сөздікке жазып қойыңдар. Оқылым, айтылым тапсырмасына назар аударайық. Оқы, қайтала. Табиғат өзгереді. Олар менің сыныптастарым. 3-ші сыныпқа барамыз. Айтылым дағдысына байланысты дескриптор кестесіне назар аударайық. Мәтінді оқиды. 1 балл. Төл дыбыстары дұрыс айтады. 1 балл. Мәтіннің мазмұнын түсінеді. 1 балл. Орыс тіліне аудара алады. 1 балл. Оқылым жазылым тапсырмасы. 3-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Үлгіге қара. Әр сөйлем бойынша сұрақ жаз. Мен 3-ші сыныпқа барамын. Үлгі, сұраққа назар аударамыз. Сен нешінші сыныпқа барасың? Мен 3-ші сыныпқа барамын. Ары қарай, менің сыныпымда 10 ұл, 12 қыз оқиды. Осы сөйлемге сұрақ қоямыз. Бұлар менің сыныптастарым. Бұл Әнел. Менің сыныптасымның аты Саша. Менің сыныптастарым әдепті, ақылды. Олар табиғатты жақсы көреді. Бұл жерде оқушылар әр сөйлемге мына үлгідегідей сұрақ қойып шығамыз. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. 1-2 сөйлемге сұрақ құрады. 2 балл. 3-ші, 4-ші сөйлемге сұрақ құрады. 2 балл. 5-ші, 6-ші сөйлемге сұрақ құрады. 2 балл. Әр құраған сөйлемдеріңізге 1 балдан берілетін болады. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.